Дінмұхамед Димаш Ахметұлы Қонаев аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы. 1912 жылы 12 қаңтарда Верный, қазіргі Алматы қаласында қызметкердің отбасында өмірге келген. Әкесі Меңлі Ахмет Жұмабайұлы 1886 жылы туған. Алматы облысында ауыл шаруашылық сауда мекемелерінде жұмыскер болып істеген. Қазақ-орыс тілдерінде жаза оқи білетін сауатты болған. Анасы Зәуре Байырқызы 1888 жылы Шелек ауданында үй шаруасында бала тәрбиесімен айналысқан. 1930 жылы Алматыдағы номері 14-ші орта мектепті бітіргеннен кейін 1931-36 жылдары Қазақстан өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Қонаевты Мәскеудің түсті металл институтына оқуға жібереді. 1936 жылы институтты ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алған Қонаев 1937-39 жылдары Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигіне жұмысқа орналасып, онда бұрғылау станогының машинисі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және оның директоры болды. 1939 жылы Екінші дүниежүзілік соғысының қиын күндерінде тылдағы жұмысты ұйымдастыруда іскерлігімен көзге түсіп, Алтай полиметалл комбинаты бас инженерінің орынбасары, Риддер руднигінің және КСРО қорғасын мырыш өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындарының бірі Ленинкор мен басқармасының директоры қызметтерін атқарды. 1939 жылы ККП мүшелігіне қабылданды. 1942-52 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасының орынбасары болып қызмет етті. Осында жүргенде Қазақстан ғалымдары оған зор сенім көрсетіп, оны Қазақ КСР ғылым академиясының академигі және оның президенті етіп сайлайды. Тау-кен ісі саласының ірі ғалымы Қонаев республика ғылымның даму жолында зор еңбек сіңірді. Ғылыми ұйымдық жұмыстарды жақсарту, ғылыми зерттеулердің негізгі салаларын білікті кадрлармен нығайту шаралары оның басшылығымен жүзеге асырылды. 1955-1960 жылдары Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы болды. 1960-1986 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Бірнеше мәрте КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланды. КОКП-ның 19-шы съезінен бастап кейінгі съездердің бәріне делегат болды. Парламент және партия делегациясын басқарып, әлденеше рет шетелдерде болып қайтты. 1956 жылдан бастап СОКП-ның орталық комитетінің мүшесі. Партияның 23-ші съезінде ол КОКП-ның орталық комитетінің саяси бюросының мүшелігіне кандидат, ал 24-ші съезде мүше болып сайланды. КСР жоғарғы кеңесі төралқасының және Қазақ КСР жоғарғы кеңесі төралқасының мүшесі болды. Дінмұхамед Ахметұлы ел басқарған жылдары кең байтақ қазақ жерінде 68 жұмысшылар кенті мен 43 қала пайда болды. Оның ішінде өнеркәсіп орталығы болып саналған Рудный, Екібастұз, Шевченко, қазіргі Ақтау, Никольский, Степногорск, Теміртау, Жаңатас, Кентау, Арқалық қалалары салынды. Ауыл шаруашылығы қарқынды дамып, тың және тыңайған жерлер игерілді. Кеңшарлар мен ұжымшарлар салынды. Мал саны көбейіп, ауыл шаруашылығының өнімдері жыл сайын артып отырды. Дінмұхамед Ахметұлы арқасында Қазақстанның өнеркәсіп, оның ішінде түрлі түсті металлургия саласы жоғары деңгейде дамыды. Бүкіл одақтық көлем бойынша мыстың 1/3 бөлігі, қорғасының 70%-нан астамы, мырыштың 40%-нан астамы қазақ жерінде өндірілді. Өскемен қорғасын мырыш және титан магний комбинаттары, Соколов, Сарыбай мен Лисаков кен байыту комбинаттары, Жезқазған мен Балқаш тау-кен металлургия комбинаттары, Ермаков пен Ақтөбе ферроқорытпа зауыттары іске қосылып, Ақтөбе қаласындағы шығарылған хром кенінің көлемі артты. Қонаев металл өңдеу және көлік жасау салаларында өндіріс тиімділігін арттырып, Өскемен, Орал, Қарағанды, Петропавл, Шымкент, Алматы қалаларында көлік жасау зауыттары құрылды. Алматы ауыр машина жасау зауыты шығарған өнім әлемнің 40-тан астам мемлекетіне таралды. Қазақ жерінің аумағында көмір мен мұнай кен орындары ашылып, Қазақстан отын энергетика өнеркәсібінің ірі орталығына айналды. Тараз және Шымкент қалаларында орналасқан комбинаттар саны фосфор өндіру бойынша әлемде бірінші орында болды.
Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ғылым саласында орасан зор қызмет етті. 100-ден аса ғылыми еңбектер мен зерттеулер жазды. Біраз ғылыми жұмыстарын шаруашылық пен өндірістік тәжірибеден өткізді. Өз еңбектерінің халық шаруашылығына тигізер пайдасының зор екендігін іс жүзінде дәлелдеген еді. Өндіріс тиімділігін арттырумен қатар, ол жас ғалымдарды қолдап, білім жүйесіне ерекше көңіл бөлді. Қазақ өнерін жоғары бағалаған Дінмұхамед Ахметұлы өнерде жүрген жандарды жан-жақты қолдап, қазақ мәдениетінің дамуына ықпал етті. Өнер ордалары салынып, мәдениет үйлері өз қызметін бастады. Қазақ жерінің барлық аймақтарында дерлік білім және мәдени ошақтар ашылып, тұрғын үйлер тұрғызылып, әлеуметтік нысандар салынды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың бастамасы бойынша қазақ жерінің сол кездегі астанасы Алматы қаласында үкімет үйі, Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің ғимараты, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ғимараты тұрғызылды. Қала көшелерінің саны артып, жаңа тұрғын үйлер салынып, 12 ықшам аудан ашылды. Мектеп пен балабақша ғимараттарының құрылысы басталып, оқушылар сарайы жас өнерпаздарға есігін айқара ашты. Республика сарайы, спорт және мәдениет сарайы, медеу спорт кешені, ұлттық кітапхана, цирк сынды мәдениет, білім және спорт нысандары бой көтерді. Авто, аэро және темір вокзалдары, әуежай Алматы, Отырар, Жетісу, Алатау, Достық, Қазақстан қонақ үйлері салынып, қала көркін ашты. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев республика партия ұйымын басқарған ширек ғасырға жуық ішінде өзінің үлкен мәдениеттілігімен, иманжүзі ізеттілігімен танылып, халық дәстүрін жақсы білетін, тағылымы терең, ой-өрісі биік жан екенін көрсетті. Кейін мемлекет ісінен қол үзген кезде де ол білімдер білікті жан ретінде елде жүріп жатқан реформа бағыттарын қоғамда демократияландыру қажет екенін терең түсініп, қолдай білді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 110 жыл толуына арнап, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы «Жұртым деп соққан жүрегі» атты көлемді кітап көрмесін ұйымдастырды. Көрмеге келесідей кітаптар ұсынылды. Таңдамалы сөздер мен мақалалар. КПСС орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші секретары Қонаев жолдастың кітабына оның 1965-1981 жылдар аралығында кезінде елімізде және шетелде сөйлеген сөздері, мақалалары мен баяндамалары енгізілген. Оларда Совет одағы коммунистік партиясының кемелдеген социализм жағдайындағы ішкі және халықаралық саясатының актуалды проблемалары баяндалып, республика компартиясының саясатын бұлжытпай жүзеге асыру жөніндегі жан-жақты жұмысы ашылып көрсетілген. Ақиқаттан аттауға болмайды. Естелік ісі. Халқымыздың аяулы перзенті, аса ірі мемлекет қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1992 жылы шыққан «Өтті дәурен осылай» деп аталатын естелік эссесін көзі тірісіне түгелдей қайта қарап, оқырман талап-тілегіне сай толықтырулар жасай келіп, кітаптың атын «Ақиқаттан аттауға болмайды» деп өзгертіп еді. Мұнда өз өмірінің беймәлім беттерін ғана емес, өз заманның ірі тұлғалары Сталиннің, Маленковтың, Булгагиннің, Хрущевтың, Косыгиннің, Брежневтің, Андроповтың, тіпті Горбачевтың көпшілікке жұмбақ сырларын ашып, Қазақстанның 50 жылдық экономикалық, мәдени және әлеуметтік тыныс тіршілігін жан-жақты әңгімелеп береді. Оның игі жақсылықтары туралы да шет қалмайды. Кезінде жылы жауып қойылған Теміртау оқиғасын, Семей полигонын, Арал мәселесін, желтоқсан зардаптарын, сондай-ақ тілге, дінге, ділге қатысты көкейкесті сұрақтардың жауабын алға тартады. Ұлттық сана, әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы ой толғамдарын ортаға салады. Кешегі кеңес үкіметінің күйрек себептерін талдап, қазіргі экономикалық дағдарыстан шығу жолдарына барлау жасайды. Темірбек Қожакеев, Қалдыбек Сейданов, Дінмұхамед Қонаев. Бұл кітапта Қонаевтың қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовпен кездесулеріндегі қайталанбас сәттерінен алған әсерлері мен түйген ойлары берілген. Сондай ғалым жазушы Темірбек Қожакеев, Қалдыбек Сейдановтың Мұхтар Әуезовтің әдебиеттегі орны, ықпалын талдап, таратып берген еңбектері енген. 50 жыл ел ағасы. Халқымыздың біртуар перзенті, есімі дүние жүзіне мәшһүр болған аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өмірі ұрпаққа үлгі. Бұл жинаққа Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев көз көрген замандастарынан
еңбек және соғыс ардагерлерінің, әдебиет пен өнер адамдарының, ауылдың қарапайым еңбеккерлерінің естеліктері топтастырылған. Қай естелікті алсаңыз да, халқына барша ғұмырын арнаған абзал азаматтың адамгершілік асыл қасиеттері, қарапайымдылығы, кісілік келбеті, игілікті істері, мінез-құлқы, болмыс бітімі жайлы ақтарыла сыр шертеді. Кітап көрмесіне сонымен қатар «Өтті дәурен осылай» кітабы, кассеталар, журналдар ұсынылды. Кунаев Дінмұхамед Ахмедович, видный общественный государственный деятель, ученый, академик Академии наук Казахстана, доктор технических наук, трижды Герой социалистического труда. Окончил Московский институт цветных металлов и золота. В 1936-1942 году занимал руководящие должности в Алтайском, Ридерском, Ленинградском рудниках. В 1942-1952 заместитель председателя СНГ КЗСР, Совета министров КЗСР. В апреле 1952 избран президентом Академии наук Казахстана. В 1955, 60, 62, 64 председатель Совета министров КЗСР. В 1960, 1962, 1964, 86 первый секретарь ЦК КП Казахстана. За 45 лет, которые Кунаев провел на высших руководящих должностях, из них почти 25 был первым руководителем республики. Он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Высокого уровня достигло горно-рудное производство республики, сформировались новые производственные регионы Казахстана, строились новые города и крупные населенные пункты. В годы его руководства республики начали работать Павлодарский и Экибастузский топливно-энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Буктырминская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский тракторный завод, многие другие промышленные предприятия. Были освоены мангостауские нефтяные месторождения, получило развитие железнодорожное строительство, началась добыча и производство титана, магния, синтетического каучука. Быстрыми темпами развивались различные отрасли электротехники, машиностроения, химии. Образовались Мангостауская, Жезказганская, Тургасская области. Особое внимание Кунаев уделял освоению Кербулакской равнины, строительству Капшагайского водохранилища, Большого Алматинского канала. Вместе с тем, промышленность республики по-прежнему оставалась сырьевой базой Советского Союза. Интенсивное развитие военно-промышленного комплекса в СССР отразилось и на экономике Казахстана. Крупные заводы в Алматы, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Уральске, Степногорске специализировались на производстве военной продукции. Военные полигоны и предприятия нанесли значительный вред экологии республики. Кунаев поддерживал известных деятелей науки, литературы, искусства и интеллигенции. При Кунаеве в 1977-1982 опубликован фундаментальный пятитомный научный труд по истории Казахстана на казахском и русском языках. Кунаев предпринимал действенные меры по сохранению сложившихся территориальных границ республики и ее целостности. Кунаев вернул в состав Казахстана хлопноводческие районы на юге, отданные Узбекистану, выступал против инициатив Центра Москвы по созданию немецкой автономии в Казахстане, передаче Мангостау Туркменистану. За годы его руководства столица республики, города Алматы, превратилась в высокоразвитый промкультурный научный центр. Были построены дворец республики, Казгулград, оздоровительный центр Арасан, спорткомплекс Медеу и другие здания. С 1985 Горбачев начал реформирование советской политической и экономической системы. 16 декабря 1986 года на внеочередном пленуме ЦК КП Казахстана представитель Разумовский сообщил о решении Политбюро освободить Кунаева от занимаемой должности и назначить первым секретарем ЦК КП Казахстана Колбина. Назначение Колбина вызвало волну всенародного недовольства, влившуюся в декабрьские события 1986 года. Центральное руководство обвинило Кунаева в организации этого митинга. 26 июня 1987 года Кунаев исключен из состава ЦК КПСС, затем из ЦК КПК. За всю историю казахстанской партийной организации Кунаев был третьим казахом, который являлся ее первым секретарем партии. Кунаев был человеком системы, верил в социалистические выборы, коммунистическую идею.
Кунаев – автор многих научных трудов, посвященных проблемам социалистического и коммунистического строительства, вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом. Имя Кунаева присвоено Институту горного дела, ряду школ и улиц страны, университету в Алматы. 13 октября 1992 года в Алматы создан Международный фонд Кунаева. 12 ноября 2002 года в Алматы открыт Дом-музей Кунаева. 15 августа 2003 года в Акше Алакульского района Алматинской области, где Кунаев провел последний период жизни, установлена мемориальная доска. В честь 110-летия со дня рождения Кунаева Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан организовала виртуальную книжную выставку, именуемую «Жытым деп соққан жүрегі». На выставке была представлена следующая литература: от Сталина до Горбачева. Книга воспоминаний известного политического и государственного деятеля казахстанского академика Кунаева повествует об исключительно богатом его жизни, охватившей события нескольких исторических эпох. В первой части автор рассказывает о своем детстве, семье, годах учебы и начале трудовой деятельности. Вторая часть посвящена жизни республики в разные годы. Автор вспоминает политических и государственных деятелей, с которыми ему довелось работать: Хрущева, Косыгина, Брежнева, Горбачева. В третьей части освещается проблема тогдашних дней. Кунаев – выдающийся государственный и политический деятель. Монография. Тулепаев Байдыбек Ахмедович, Тулепаева Кенжегуль Усербаевна. Эта книга не роман, не повесть, а научная монография, цель которой через объективное справедливое изложение дать портрет Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, выдающегося государственного и политического деятеля XX века, более 40 лет находившегося у руля руководства Республики Казахстан. Все факты и цифры в книге строго основаны на официальных источниках и прежде всего на трудах самого Кунаева. Авторы – академик, члены и корреспонденты Академии наук, доктора исторических наук, заслуженный деятель науки Казахстан Тулепаев и кандидат исторических наук Кенжегуль Тулепаева при написании монографий исходили из того, что сегодня многие люди, и особенно молодежь, не знают истинной истории Казахстана XX века, не знают, как шло героическое строительство нового общества, каких грандиозных успехов достигла республика во главе с Кунаевым и еще многом другом, о чем хорошо известно старшему поколению. Авторы надеются, что книга поможет нынешнему читателю по-новому осмыслить еще относительно недавние общественные процессы, происходившие в Советском Казахстане и в корне изменившие облик древней кочевой страны.